Стив Джобс америкалық өнертапқыш, Apple брендімен күллі әлемге танымал болған жан. Ол 2021 жылы 56 жасында ұйқы безінің қатерлі ісігінен көз жұмды. Өмірінің соңында өмір туралы философиялық ойларыменен бөліскен. Қазір төсекте ауру болып жатырмын. Бүкіл өмірімді көз алдымнан жүгіртіп өткіздім. Төсек тартып ауырып қалған кезде өз-өзіме есеп бердім. Атақ та, байлық та өлімнің алдында дәрменсіз екенін ұғындым. Мен іскерлік әлеміндегі жетістіктің шыңына жеттім. Менің жеткен белестерім өзгелерге үлгі. Алайда ол менің бақытты екенімді дәлелдемейді. Байлық өмірдің бір ғана фактісі. Сіз ақшаға автокөлігіңізді айдайтын адамды да, сіздің орныңызға жұмыс істейтін қызметшіні де жалдай аласыз. Бірақ бар қаражатыңызды құйсаңыз да, сіздің орныңызға ауыратын жанды таппайсыз. Кез келген материалдық затты тауып, сатып алуға болады. Бірақ жоғалтып алсаңыз, қайта орнына келмейтін бір нәрсе бар. Ол өмір. Жасымыз өскен сайын бізге ақыл кіре бастайды. Менің түсінгенім, $30 тұратын сағат та, $300 алынған сағат та бір уақытты көрсетеді. Біз $30 тұратын әмиян алсақ та, $300 тұратын әмиян қолдансақ та, екеуіне бірдей ақша сияды. $150,000 тұратын көлікпен жүрсек те, $30,000 тұратын көлікті айдасақ та, баратын жол мен қашықтық өзгермейді. Біз қайсымен барсақ та жететін жеріміз бір. Сіз тұратын үйдің ауданы 300 шаршы метр, немесе 3000 шаршы метр болса да, сіз жалғызсыз. Сіздің шынайы ішкі бақытыңыз осы дүниенің материалдық құндылығынан туындайды. Сіз бірінші класс немесе эконом класспен ұшсаңыз да, егер ұшақ құлап кетсе, онда сіз де бірге құлайсыз. Сіздің нағыз досыңыз немесе еркін сөйлесе алатын сырласыңыз болса, оның өзі үлкен бақыт. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.